Соңғы жылдары шетелде діни білім алудың қауіп-қатері жиі көтеріліп жүр. Өйткені өзге елге білім қуып барған қазақ жастарының ішінде діни ағымдардың ықпалына түсіп, теріс идеологияның қол шоқпары болып кеткендер аз емес. Әлі күнге Қазақстанда бұлай қойып, шет жердегі күмәнді оқу орындарында білім алуды құп көретіндер баршылық. Себебі олардың негізгі мақсаты діни теріс идеологияны насихаттау арқылы басқа елдерге деструктивті ағымдарды тарату. Ал өмірде жолын таппаған кейбір жастар радикализмнің буына уланып, адасып қалып жүр. Кейін анықталғандай, жоғарыда аталған діни экстремистік және террористік қылмысқа барғандардың, Сирияға кеткендердің көпшілігі шетелдік күмәнді оқу орындарда оқығандар және солардың уағыз насихатын тыңдағандар болып шықты. Қазақстанда да теологиялық білім беретін оқу орындары мен сауатты мамандар жеткілікті. Олардың саны да, сапасы да артып келеді. Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінде жоғары білікті мамандарымыз профессор дәрежесін алған ғалымдар, докторлар мен магистрлер аз емес. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты исламтану мамандығы бойынша 3 жыл білім беретін медреселер жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда мамандарымыз сұранысқа ие деп ауыз толтырып айта аламыз. Жыл сайын түлектердің де саны артуда. Шетелдегі діни білім беретін ұйымдарымен тәжірибе алмасып тығыз жұмыс жасалуда. Ғаламтордағы кейбір идеологиялар қазақ жастарының санасын улап, олардың діни білімді Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Йемен, Кувейт, Иран, Пәкістан, Катар сияқты елдерде алуға деген құштарлығын арттырып отыр. Қазақтың салт дәстүрін жоққа шығару, ұлттық құндылықтарымызды дәстүрлі ислам құндылықтарымен ұштастыра алмауы діни адасушылыққа әкеп соқтырып, еліміздегі діни ахуалға нұқсан келтіруде. Бастапқы діни білімді отандық медреселер мен мешіттегі имамдардың алмаған жастардың шетелдегі күмәнді діни білім ордаларына баруы, олардың жеке бастарына да, ұлтымызға да, мемлекетіміздің қауіпсіздігіне де қатер. Өйткені жат идеологияны бойына сіңірген қара көздеріміз радикалданып, халықаралық террористік ұйымдарға қосылуда. Бұл қауіптің алдын алу үшін діни білімді Қазақстанда алудың маңызы өте зор екенін атап өтеміз.